Шоқпардай кекілі бар қамыс құлақ. Абай Құнанбаев. Достар, менің каналыма тіркеліп, маған пікір жазуды ұмытпаңыздар. Шоқпардай кекілі бар қамыс құлақ. Қой мойынды, қоянжақ, бөкен қабақ. Ауыз омыртқа шығыңғы майда жалды. Ой желке үңірейген болса сағақ. Теке мұрын салпы ерін ұзын түсті. Қабырғалы, жоталы болса күшті. Ойынды еті бөп бөлек омыраулы, тояттаған бүркіттей салқы төсті. Жуан тақыр бақайлы жұмыр тұяқ, шынтағы қабырғадан тұрса аулақ. Жер соғарлы сіңірлі аяғы тік, жауырыны етсіз жалпақ тақтайдай ақ. Кең сауырлы тар мықын қалбағайлы, алды арты бірдей келсе ерге жайлы. Күлте құйрық қыл түбі әлді келіп, көтендігі шығыңғы аламайлы. Ұршығы төмен біткен шақпақ етті, өзі санды дөңгелек келсе көтті. Сырты қысқа бауыры жазық келіп, арты талтақ ұмасы үлпершікті. Шідерлігі жуандау бота тірсек, бейне жел тынышты екпінді мініп жүрсек. Екі көзін төңкеріп қабырғалап, белдеуге тыныш тұрса байлап көрсек. Тығылмай әмірінбей жүрдек көсем, иек қағып еліріп жүрсе әсем. Шапса жүйрік, мінсе берік, жуан жуас, разы емен осындай ат мінбесем. Аяңы тымақты алшы кигізгендей, кісіні бұлбұл қағып жүргізгендей. Шапқан атқа жеткізбес бөкен желіс, ыза қолдың қолыма бір тигізбей.